Осы жұмыстардың аясында міндетті түрде колледждердегі жаңағы бағдарламада мұғалімдердің біліктілігін арттыруда, жалпы колледждегі менеджментте өзгеретін болады. Өте жақсы екен. Мен қосайын деп едім, жаңағы мұғалімдер туралы айтып отыр ғой. Біліктілігі. Біліктілігі бойынша. Сол себепті біз мұғалімдерді кәсіпорындарға, өндіріске жіберу керекпіз, стажировкаларға. Біз мысалы ұсыныс болғанда біз оны әр жыл сайын жасаймыз. Мысал ретінде Хромтау қаласында Хромтау Тау-Кен техникалық колледжі бар. Ол Донской ГОК кәсіпорынмен бірге жұмыс істейді. Сол себепті солардың мұғалімдері Донской ГОКқа стажировкаға барады. Одан кейін жаңа айттым ғой, конкурстарды өткіземіз осы үздік мұғалім бойынша. Сол мұғалімдерді біз шетелге стажировкаға апарамыз. Не үшін? Олар жаңағы best practice дейді ғой. Соны қарап Қазақстанға келіп, осы жаққа сіңіру керек. Одан кейін біз мысалы Қытайда болғанда, оларда колледж деген жоқ, оларда институт. Бірақ біздің колледждермен нелері бірдей системалары. Олар егер мұғалімді өндірісте 5 жыл жұмыс істемесе, олар мұғалім ретінде оны жұмысқа алмайды. Жақсы үлгі ғой. Соны айтайын деп едім. Және де келесі мәселе, жаңағы айтып қой, материалдық және техникалық базалар ескеріп жатыр. Сол себепті біз колледждермен бірге жұмыс істейміз. Біз олардың әлеуметтік серіктестері боламыз. Мысал ретінде жаңа Хромтау туралы айттым, қазір Ақсу туралы айтайын. Ақсу қаласында мысалы Жаяу Мұса атындағы колледж бар. Ол Евразиялық энергетикалық компаниясымен бірігіп жұмыс істейді. Сол кәсіпорын колледжға материалдық техникалық базасын жаңарту үшін қаражат береді. Тағы да мысал келтірейін. Жоғарғы түсті металдар колледжі Павлодар қаласында. Ол алюминий заводымен бірге жұмыс істейді Павлодарда. Ол да біздің Евразиялық топтың құрамына кіреді. Олар да сол жаңағы материалдық техника базасын жаңартуға қаражат бөледі. Бізге осы колледждермен жұмыс істеу өте маңызды. Материалдық техника колледждарда ол өндіріспен бірге сәйкес болу керек. Ол дегеніміз, бізде заводта қандай станок тұр, дәл сондай станок колледжда да болу керек. Тұру керек. Тұру керек. Тағы бір мәселе осында қосып кететін. Тәлімгерлік институт.